Әли ақылды, жас жігіт болатын. Ол жұмысқа орналасқысы келді, бірақ өкінішке орай жұмыс таба алмады. Көптеген адамдар жұмыс істегісі келетін, ал жұмыс саны аз. Әли өзін өте жаман сезінетін, өйткені оның ешқашан киімге немесе кинотеатрға артық ақшасы болған емес. Бала кезінде Әли футболшы болуды армандайтын. Ол футболды да, теннисті де, жалпы барлық спорт түрлерін жақсы ойнайтын. Бірақ Әлиден де жақсы ойнайтын ойыншылар болды. Дегенмен Әлидің одан басқа бір ойы бар еді. Ол, егер мен спорт дүкеніне жұмысқа орналассам, бір жағынан өзімді жақсы сезінем, екінші жағынан менде ақша болады деп ойлады. Бірақ бұл жай ғана ой, ол ешқашан орындалмайды. Әли жұмыс табу үшін көп тырысты. Ол күн сайын газет беттерін парақтап, жұмыс орындарына хаттар жолдады. Көптеген хаттар. Бірақ ешқандай жұмыс орнынан хабар болмады. Бір күні ол газеттен үйінің жанындағы саябақта жәрмеңке өтетіні туралы хабарландыру көріп қалды. Жәрмеңке қызық болатын шығар деп ойлады ол. Келесі сенбі мен барамын деп ойлаймын. Я, барамын. Мен осы демалыс күндері ештеңе жоспарламап едім, және бұған көп шығында кетпейді. Сенбіде Әли саябаққа жаяу барып, жәрмеңкеге билет сатып алды. Бұл жаздың жылы күні еді. Көгілдір аспан астында көк, сары және қызыл гүлдерге оранған әдемі саябақ. Әли бұл көріністі көргенде өзін бақытты сезінді. Жәрмеңке де жақсы өтті. Ол жерде адамдар көп болды және әртүрлі ойындар ойналды. Әли бірнеше ойындарға қатысып, бір қорап жеміс пен спорт туралы кітап ұтып алды. Содан кейін ол күннің ыстығынан шөлдеп, балмұздақ сатып алды. Іштей, менің күнім жақсы өтіп жатыр деп ойлады ол. Сосын бір орынға жайғасып, енді әрі қарай не істеймін деген оймен балмұздағын жеуге кірісті. Кенет ол болашақты Самал ханым білет. Сіз өзіңіздің болашағыңыз туралы білгіңіз келе ме? Онда кіріңіз және Самал ханыммен сөйлесіңіз деп үлкен әріптермен жазылған жазуды көрді. Әли кірсем қалай болар екен деп қатты ойланды. Бірақ неге кірмеске? Мен болашақтан қорықпаймын. Мүмкін қызық болар. Я, мен ішке кіріп Самал ханыммен сөйлесемін деген шешімге келді. Сөйтіп ол ішке кірді. Іші өте қараңғы болды. Басында ақ орамалы бар мейірімді жүзді кемпір Әлиге жымия қарап, «Сәлем жас жігіт», деді. «Отыр, мен саған болашағың туралы айтып беремін». Әли отырды. Кемпір үстел үстіндегі бірнеше картаға қарады да, 3 картаны ал деді. Әли карталарды алып кемпірге берді. Әйел карталарға ұзақ қарады. Сосын ол күлуін тоқтатып, «Тыңда», деді. «Мен саған өте маңызды бірдеңе айтуым керек. Келесі жұмада ешқайда кетпе. Келесі жұмада сапарға шықсаң, ойлаған жеріңе жете алмай қаласың. Жолда бірдеңе болады. Осыны ұмытпа. Мен саған артық ештеңе айта алмаймын. Абайла, жігіт». Әли кетіп қалды. Үйіне бара жатып, «Мен қорықпаймын» деп ойлады ол. «Мен саяхатқа шықпаймын. Мен келесі жұмада ешқайда бармаймын. Мен үшін әрбір күнім бірдей. Бәрібірде менің жұмысым жоқ қой, сондықтан ешқайда бармаймын». Бірақ бейсенбі күні Әлиге хат келді. Бұл оның жұмыс орындарына жолдаған хаттарының біріне келген жауап еді. Жұмыс орны қаладан 30 шақырым жердегі спорт дүкені. Спорт дүкенінің басшысы Әлимен ертең кездескісі келетінін жазған. Әли өзін өте бақытты сезінді. «Мен ол жаққа жету үшін пойызға мінуім керек. 30 шақырым жаяу жүре алмаймын» деп ойлады. Кенет ол жәрмеңкедегі кемпірдің сөздерін есіне алды. Әли қорқып кетті. «Самал ханым маған
келесі жұмада ешқайда кетпе деді ғой. Бірақ мен не істей аламын? Әли мұңайып, мен бұл жұмысты жоғалта алмаймын. Бұл жұмыс мен үшін өте маңызды. Мен ертең пойызға билет алуым керек. Ал кемпір болашақ туралы не білет дейсің? Әрине, ештеңе. Бірақ Әли бұл шешіміне қатты қуана алмады. Ол сол түні жөнді ұйықтамады да. Келесі күні Әли вокзалға барды. Ол кассадан билет сатып алып, пойызға отырды. Әлидің қасына бір қария келіп жайғасты. Шашы ағарған, шалдың жүзіне қарасаң, білімді адам сияқты. Шалдың аяғы ауырады екен. Мұны көрген Әли оған аяушылықпен қарады. Пойыз вокзалдан жылжып жолға шықты. Тамақ ұсынған даяшыдан шал бауырсақ сатып алды. Сосын Әлиге жымия қарап, шөлдедің бе? Менде шай бар, ішесің бе деп кесеге құйып Әлиге шай ұсынды. Қандай мейірімді адам деп ойлады Әли. Ол қартқа жымиып рахмет айтты. Мен Әлимін, сіз ұзақ жолға барасыз ба деп сұрақ қойып жатыр еді, бірақ қарт жауап беріп үлгере алмады. Кенет қатты дыбыс шығып, пойыз тоқтап қалды. Не болып жатыр деп пойыздағы адамдар қорқып кетті. Олардың барлығы терезеден қарады, бірақ ештеңе көре алмады. Қорықпа, деді Әли жаңа досына. Мен барып көрейін, мүмкін апат шығар. Осы жерде болыңыз, сонда бәрі жақсы болады. Қарт күлімдеп, рахмет жас досым, мен осында қаламын. Менің аяғым өте әлсіз, деді. Әли жолсерікті тауып, одан не болғанын сұрады. Жолсерік Әлиге көңілсіз қарап, пойыздың жүруіне жолда жатқан үлкен ағаш кедергі болып тұр, деді. Оны жолдан алу үшін көп уақыт керек. Сондықтан бұл саяхаттарыңыздың соңы сияқты. Пойыздан түсіп, жаяу кетулеріңізге тура келеді. Қайда кетеміз деп сұрады Әли. Жолсерік картаға қарады да, жақын жерде ауыл бар. Сол жерден мейрамхана немесе кафе таба аласыздар. Мен осында қалуым керек. Саяхаттарыңыздың соңы сәтсіз аяқталғаны үшін кешірім сұраймын. Бірақ сіздер жол ақысын қайтарып ала аласыздар. Әли, ақша маңызды емес қой. Мен бұл жұмысқа орналасуды қатты армандап едім деп көңілі түсті. Әли жанындағы қартқа жұмыс туралы ештеңе айтқан жоқ. Ол досын пойыздан түсіруге көмектесіп, сөмкесін ауылға дейін апарды. Саған көп рахмет, деді қарт Әлиге. Менің сөмкем ауыр екенін білемін. Ішінде компьютер және көптеген қағаздар бар. Әли жымиып, жарайды, оқасы жоқ, деді. Бірақ ішінен қатты қайғырып, мен ақымақ болдым деп ойлады ол. Кемпірді тыңдамадым. Бірақ ол дұрыс айтыпты. Мен енді ол жұмысқа бара алмаймын. Қарт Әлидің мұңды түрін көріп, одан не болғанын сұрады. Сонда Әли оған спорт дүкеніндегі жұмыс туралы оқиғаны айтып берді. Сосын бір ғажайып орын алды. Қарт тоқтамай күле берді. Ол неге күледі деп Әлидің ашуы келе бастады. Бірақ іштей булығып, не айтарын білмей тұрды. Қарт мұны байқап, күлуін тоқтатты. Содан кейін ол, Әли, бұл алаңдайтын нәрсе емес қой. Мені тыңда да мұңаюыңды қой. Мен негізі бай адаммын. Менің әртүрлі қалаларда көптеген дүкендерім бар. Олардың барлығы спорт дүкендері. Жақында мен жаңа әрі бәрінен де үлкен дүкен аштым. Сол дүкенімде өзің сияқты ақылды жас маманның жұмыс істегенін қалаймын. Сонымен ұсынысыңды қабылдайсың ба? Бұл тамаша ұсыныс, деді Әли қатты қуанып. Бұл менің өмірімдегі ең жаман емес, керісінше ең керемет күндердің бірі болды.